Жат ағымның жетегіне жасөспірімдер тез ілігеді. Себебі оң солын танып үлгермеген, өмірлік тәжірибесі аз жас буынды өз орталарына бейімдеу теріс идеология өкілдері үшін оңай. Сондықтан балалардың бос уақытын қадағалау және олармен тығыз әрі достық қарым-қатынаста болу өте маңызды. Алда жазғы демалыс. Балаңыздың ғаламтор желісінде ұзақ отыруына жол бермеңіз. Қауіпті діни ағымдарға еріп кетуі әбден мүмкін. Осы орайда жас жеткіншектерді деструктивті діни ағымнан қалай қорғаймыз? Ата-ананың баламен қарым-қатынасы қандай болу керек? Психолог пікірін білейік. Кейде тыңдап жүрген, естіп жүрген сияқты, тыңдап атқан сияқты боламыз да, ашын мәнісінде біз ауқымды тыңдау дегеннен алшақтап кетіп жатамыз. Баланың шынайы не айтқысы келіп тұрғанын біз толыққанды түсінбейміз өзіміз. Түсінбегеннен кейін ол бала өзінің бір образында, өзінің бір ракурсында деп айтайықшы, анасынан, әкесінен алғысы келген жауапты таба алмайды. Сөйтеді, ол жауап болмағаннан кейін ол сырттағы, қолдаушы болып жүрген сияқты, сырттағы қауіп қатер төндіретін, қандай да бір ғаламтор болсын, ол бір жат ағымның жүйесінде жүрген, жат ағымда жүрген адамдар болсын, сондай қауіп қатерге қарай бала кетеді. Өз тарихымызды, салт дәстүрімізді, мәдениетіміз бен отбасының өнегесін көріп өскен әрбір ұрпақ сананы улайтын жат ағымның жетегінде кетпейді. Олай болса, бала тәрбиесіне ыждағатпен қарайық. Уақытын тиімді жоспарлап, олар үшін ең жақын адам екеніңізді сезіндіріңіз. Сонда балаңыз сырттан жылу іздемейтін болады.